Ассалаумағалейкум, бисмилля деп видеомызды бастайық. Бүгінгі видеода есіктің замогын салуға арналған осындай фреза сатып алдым. Ұзындығы 12 сантиметр, мына диаметрі цангаға кіретін жері 12 мм. Енді бұл фрезаны фрезерге салсам, табаннан біраз шығып тұр. Осылай. Қазір сол туралы айтатын болам. Фрезаны орнатып алай қалды мен. Мінекей фрезаны фрезерге орнатып қойдым. Бірақ фрезамыз фрезердің табанынан қаншама шығып тұр. Әрине, есіктің замогын салар кезде есікті тесіп алып, одан кейін осыны аккуратно сол тесікке кіргізіп фрезеровать етуге де болады. Бірақ енді фреза өте көп шығып тұрды. Кішкене қауіптірек те болуы мүмкін. Не болмаса есікті байқаусызда сырып та алуымыз мүмкін. Сондықтан сіздерге өзім бір жасаған тәсілімді көрсете кетем қазір. Ол үшін мен осындай фанерден 2 домалақ ойып алдым. Осы фрезердің табанындай. Мінекей фанерді бекітіп қойдым. Енді қарасақ, фрезамыз табаннан төмен тұр. Бұл енді қауіпсіз. Енді өстіп басып отырып жаңағындай пазды оятын боламыз. Бірақ тағы да бір мәселе болып тұр. Қазір ол туралы айтатын боламыз. Замокты тура ортасынан фрезермен тесу үшін бізге осындай параллельный упор қою керек болады. Ал енді параллельный упорды қойсам, мына біздің 2 қабат қойған фанерімізге келіп тіреліп қалады. Бұл параллельный упор мына жерде тұру керек, ары бері жылжып тұру керек. Енді бұны былай көтеріп, мынаның үстіне шығарып қоятын болсақ, мына жерден бекіткенде осал болып қалады. Мына жерге астына ағаш не болмаса басқа бірдеме салып бекіту керек болады. Сондықтан мен бұл параллельный упорды алып тастап, басқа бір нәрсе ойластырып қойдым. Қазір соны жалғастырып сіздерге көрсететін болам. Мінекей мына параллельный упордың орнына өзім қолдан осындай ағаштан параллельный упор жасадым. Қырларын бәрін алдым, яғни есікті сырмас үшін. Мына жерден бір болтқа тестім, ал мына жағын бұлай паз қылып жасадым. Ол неге бұлай жасалған, қазір сіздерге түсіндіретін болам. Мінекей фрезердің табанына параллельный упорды орнатып қойдым. 4 болттың 2 болтын алып, 2 ұзын болт салып қойдым. Яғни параллельный упорды ары бері қозғалту арқылы есіктің қалыңдығына байланысты қоямыз. Мысалға, есігіміз 38 мм болатын болса, тура мына фрезаның ортасынан параллельный упорға дейін, мысалға 19 мм-ге қойып, мына болтымызды қатайтып қоямыз. Сөйтіп, мына жағымыз есікке тіреліп, жаңағыдай замокты алатын боламыз. Осылай. Егерде параллельный упорымыз сол жақта тұратын болса, фрезерді өзімізге қарай тартатын боламыз. Осылай жасасаңыздар, жаңағыдай есіктеріңізді бүлдіріп алмайсыздар, және де қауіпсіздеу болады. Мінекей мен жаңа осындай бір ағашты кесіп көрдім. Бәрін өте жақсы тесіп тұр. Маған өте ұнады. Яғни сіздерде осылай жасауларыңызға болады. Жаңа ғана бәрін тексеріп көрдім. Осы жасаған ісіммен сіздермен бөлісіп жатырмын. Алла тағала істеріңізге береке берсін, жұмыстарыңыз жүре берсін. Баршаларыңызға тек қана жақсылық тілеймін. Осындай ораза қасиетті айларда дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Баршаларыңызға рахмет. Келесі видеоларда жолыққанша аман есен сау болыңыздар.